Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай таңғы асқа өте тойымды әрі тез дайын болатын сырный лепешки немесе ленивие хачапури дайындайтын боламыз. Ыстықтай жесеңіздер өте дәмді болып тұрады. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқа, шай қасықтың ұшымен тұз, 150 грамм сүт, 100 грамм ұнды осылай өткізіп аласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз және бір шай қасық разрыхитель салып, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Егер де разрыхитель болмаса, содамен алмастырсаңыз да болады. Шай қасықтың ұшымен ғана саласыздар соданы және күштен өткізілген 150 грамм сырды салып, жақсылап араластырамыз. Сырдың пиццаға арналған түрін қоссаңыз жақсы шығады. Табаны ең баяу отта қойып, табанның бетін майлап аласыздар. Сары май немесе сұйық май жағып алсаңыздар да болады. Осылай барлығын салып, бетін тегістеп, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Міндетті түрде астын жай отта пісіріңіздер, әйтпесе ортасы піспей қалуы мүмкін. Осылай екінші бетіне аударып аламыз. Екінші бетінде асты қызарғанша пісіріп аласыздар, бетін жауып. Бұл 2-3 адамға арналған тойымды таңғы ас. Егер де көпшілікке жасайтын болсаңыз, құрамын көбейтіп жасай берсеңіз болады. Егер де менің арнама тіркелмей көріп жатсаңыз, қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Лайк басып өз пікіріңізді жазып және тіркеліп қолдап кетсеңіз.